Достар, сәлем. Мен бүгін Чиликтемін. Мамалармен туысқандатып жүрміз. Бір жылда бір келетінім бар. Ауылдамын. Настроением күшті. Солай. Погода кайф. Мен земаларым бар ма? Кім Чиликтікі, кім Нарынқолдікі, кім Сөгетінікі, кім Шонжы, Кеген. Барлығымен жерлестерім бар ма? Жазып кетіңіздерші. Достар, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мен енді ұйқымнан тұрдым, суббота болғандықтан. Өйткені байқаған болсаңыздар, соңғы 2-3 күннен бері мен ұйқым қанбай жүр. Оған себеп үйде менің егізім келген, сыңарым тұрып жатырмыз қазір бірге екеуміз Алматыда. Сол сыңарым әзір бір ресторанда управляющий болып жұмыс жасап жатыр. Түнде күніге 1-2 келеді. Бірақ қалаға енді келгендіктен әлі айтылатын әңгімеміз көп болғандықтан азында ол ерте кетіп қалады, мен ерте кетіп қалам, бір-бірімізді көрмейміз деген сияқты. Сонымен түнде 2-3 шейін екеуміз күніге әңгіме айтамыз. Сонымен азанда 9-10-дарда тұрып жүрген, енді шамалы болсын ұйқым қанып жүрген. Бірақ кеше менде мынандай ситуация болды. Редакция ұжымы мені съемкаға шақырған болатын, жаңа конституцияға байланысты. Сонымен съемкаға ерте 9-да кел деген, мен 7-де тұрып, шашымды жасап, боянып, барлығын өзім жасағандықтан 3-ақ сағат ұйықтап бардым кеше. Сол себепті мен кеше көзімді аша алмадым, қызарып отырды, жас ауырап отырды, жарықтарға қатты. Сол үшін очкиде отырдым кеше. Қайырлы күн, тағы да қалайсыздар? Мынау Түркістанның ыстығын айта алмаймын. Кеше бір сәл-пәл бір жел болып еді, бүгін кәдімгі ыстық болып тұр. Кешеде көбісі жүрді ма? Ыстық па кәдімгідей деп, я бізде ыстық екен шынымен де. Күннің ыстығы мен де айта алмаймын. Сәлем достар, оразаларыңыз қабыл болсын. Бізде 3-ші күн. Біз енді Алматыға келгелі бір 2 рет қар көргенбіз. Бұйыртса 23-ші Гуанчжоуға қайтқалы жатырмыз. Соған енді бүгін тауға шықтық. Шаңғы тебеміз, бүгін осы тауда демаламыз. Ауа райы өте күшті. Қалайсыңдар, қайырлы таң. Бүгін эфир сағат 12-де басталады, 14:00-де. Бүгін бізден ажатқа қатысушылар дайындалуда. Жанботқан, Гүлнар, қалыңыз қалай? Анар енді Айбақта бізде толық жүздарсыздар. Осындай процесс. Один болып тұрсың ғой? Бұлар істеді екен ғой, машина жуады екен ғой. Машинасын жуып болып қазір Кентауға қарай жолға шығамыз.